Биыл Жетісу облысына 2 миллионнан астам турист келеді деген болжам бар. Саяхатшылардың басым бөлігі Балқаш пен Алакөлге шомылып, Алтынемел мен Жоңғар Алатауы ұлттық паркының көрікті жерлерін тамашалайды. Туристерге қолайлы жағдай жасап, инфрақұрылымды дамыту үшін 30 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылып отыр. Жаркенттегі көне мешіт еліміздегі ерекше әрі көне сәулет өнерінің ескерткіші. 19 ғасырда Хон Пик есімді шебердің жетекшілігімен тұрғызылған ғимарат бүгінде тарихи мәдени мұражай. Шегесіз салынған архитектуралық кешеннің ашылмаған сырлары көп. Қызыл, сары, жасыл, неше түрлі бояуларды өсімдіктің шөптен алған. Сол бояулардың бір кереметтілігі ол ағаштың бетінде қылқаламмен жаққан кезде ол ағаштың ар жағына сіңіп кетеді. Ол бер жағында қалып қалмайды. Ал біздің қазіргі бояулар ол ағаштың бетіне қалады да, ал енді ыстық суықтан, яғни күн сәулесі тисе, ол жарылып кетеді. Ал қазіргі біздің шеберлер оның ананың құпия сырын, оның технологиялық ананың көп жаңағы сырларын біле бермейді. Жаркент көне мешітінің жалпы аумағы 1000 шаршы метр, ал биіктігі 14 метрден асады. Қарағайларды қиюластыру арқылы тұрғызылып, бірнеше мәдениетті ұштастырған ерекше сәулет өнерінің ескерткішін көруге жылына 11 мыңнан аса адам келеді. 22 жылда келгенбіз, келіп танышып кеткенбіз. Дағы келдік, жақсы айбай, менеттер айбай зор. Емшоны қылған адамдардың бейші болсын. Қазақстан күнден күнге жақсы болады да, бірінші қытым келсем анча жақсы емес. Азыр күнден күнге жақсы болады да келішіміз. Bir қытым келсем, бір қытым үзгіріш бады. Әрдайым оқшымайды ке жақсы ке. Панфилов аудандағы Қорғас шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы да адам аяғы үзілмейтін туристік аймаққа айналған. Екі мемлекеттің шекарасы түйіскен жерге жыл сайын Қытайдан 6 миллион, Қазақстаннан 2 миллион адам келеді. Қорғас шекара маңы халықаралық сауда орталығында жалпы көлемі 45 инвестициялық жоба жүзеге асырылып жатқан болса, оның 8 жобасы қазірдің өзінде қолданысқа берілді. Аталған жобалардың басым көпшілігі ойын-сауық орталықтары, қонақ үйлер, медициналық орталықтар және тағы басқалары. Жетісуда тынығатын туристердің көбі Алакөлге барады. Қазір көл жағалауында құрылыс қызу. Кәріз суларын тазалайтын станция тұрғызылып, Ақши мен Көктұманы су басудан сақтайтын 13 шақырымдық бөгет салынып жатыр. Ауылға бірден бір өте пайдасы көп деп айтамын. Және тек қана ауыл халқының үшін емес, жәнегі сырттан келіп жатқан демалушыларға да өте қолайлы. Әр жерін байқасаңыздар, әр жерден 400 метр сайын түсетін баспалдақтар бар. Әрі ыңғайлы. Және де жағалауды да үлкейтті, қаншамалықты түсетін орын кен. Балқаш көлінің жағалауында да келушілерге қолайлы жағдай жасалып жатыр. Жол салынып, электр желілері жүргізілді. Тазалығына жауапты мекеме құрылды. Былтыр 30-2 миллиард теңге бөлінсе, биыл 34 миллиард теңге бөлініп жатыр. Ол ақша жаңағы инфраструктуралық жобалар бар. Жолдар салынуда, экопарктер салынуда. Жаңағы Балқаш көліндегі 3 коммуналдық пляждың ақшасы, Алакөл тазалық пен Балқаш тазалықтың техникасын сатып алуға, және де инвестициялық жобалар бар. Тау туризмі Алтынемел мен Жоңғар Алатауы ұлттық паркының аумағында кеңінен дамып келеді. Биыл тұмса табиғат аясында тынығатындар үшін жаңа бағыттар мен арнайы визит орталығы ашылады. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Жеңіс Әбдірешев, 24 KZ, Жетісу облысынан.